Xayrlı kеш, hürmetli cemaat. Татар халқында бит бар, әйттім, үмітсіз бір шайтан ғына. Шуңа күрә біздің ата-аналарыбыз гел үмітін үзмейдірие. Ничек, нинди катлаулы шартларда біз яшәмәсәк тә, яшәсәкме, яшәмәсәк тә, монда бутал китте, миндә гафу итегез. Үмітін үзмейләр, біз тілні саклап калыр дип ышаналар. Ул вакытта инде алар әйтәм бит, төрле нәрсә инде хәрәкәт булган, агым булган, хәрәкәт, движение, агым, течение, мәсәлән, җәмгыять тормышында төрле агым булган инде. Алар кайсы вакытта хөкүмәт кыскан телләрне, соңдан ирек биргән, тагы кыскан, төрле хәлләр булган инде. Инде менә мин Башкортстанда, Татар районында Кудагыйга барган, мәрхүм, ул Уфада практика булганда, яшьләрнең Җумһурият газетында шунда барып чыккан. Күршесе бер бабай әйтте, бездә ди, менә гарәп язу белән язылган графикасыларны бөтенне юк итәргә куштылар ди. Мин аны яшереп куйдым ди. Бір жерде ди, үйімде ди, чердак дип уты урысча инде. Мен аны хәзер баш ватып, искә төшереп инде, ничек ул атала әйтеп тормыйм иде. Өметен үзмәгән, бер кайчан теге урысча әйтмешли, будет востребован дип, бер кайчакта кирәклеге булыр дип ышанган, шулай беләсезме халык. Ул вакытта бит әле урысча әйтмешли, по головке не гладит, тотсалар. Кем белә, ничек әнитәләр аны. Төрле мизгелләр булган. Инде Сталин чорында яшереп тоткан иде ул китапларны. Шул әйтәс килә. Менә теге 1001 кичә турында сөйләп киттем бит китапны. Казаннан яздырып аладыр дип. Әйе, белмим кем яздырып аладыр. Ата-ана бәлки яздырып алгандыр. Кем анда, абыйларыбызмы шул теге. Мин дә кайсы вакытта яздырып аладыр. Мин мәсәлән Кулгали, әйе, мин университетта уккан чакта шан юбилей булды, шунда кайдадыр укып чыктым. Мин шунасын китап чыгаралар икән, подарочный набор дип, подарочный издание дип. Шул матур 5 сум торадыр. Мен ага Казанга белмим, кайдан нәрсә тоттым да, Казан, Татарстан китап нәшриятына хат язып җибәрдем дә. Килде миңа почташа. Зур шунда китап, бик матур ясаган, инде 5 сумга, минемчә ул кыйбат та түгел 5 сум. Чөнки мондый матур китап 3 телдә хатта. Булгар телендә, татар телендә һәм урыс телендә. Әле кайсы вакытта безне менә бер тугандаш халык, алар вәкилләр әйтә, без ди булгар теле белән кулланабыз, без саклап калдык дип. Бер вакытта сорау бирәсем килә, ул ничек инде монгол татар сезне теге монголлар басмадымы әллә? Бүтән теге җилләр, салкын җилләр исмәдеме әллә сезгә? Ник сез анда әллә бер утрауда яшәдегез, ничек телне саклап калдыгыз? Инде аерым бер тема булыр әле ул, бәлки тикшерә. Шуны әйтәс килә. Хәзер инде кызганычка каршы ул теге әти-әни булмагач, дөньяны калдыргач, алар китапларда юкка чыкты, кемдер алып киткәндер инде. Кызыксынам, кайсы вакытта шуны табырга, укып чыгарга булгар телендә, анда истә калды инде, мин укып чыктым. Имди дип юлның ахырында. Шулай. Татарстан китап нәшриятына гел китаплар яздыралар, хатта әкиятләр, ниләр. Әти-әни инде мәктәптә безне татар телен укытмасалар да, инде шунда да тырышканнар, гаиләдә ичмасам сакланып калсын дип. Без урысча сөйләшсәк, бер туганнар теге әти-әни урышадыр, урамда я мәктәптә урысча сөйләшсез, монда татарча сөйләшегез дип. Гел ачуланадыр. Шундый хәл буладыр. Шул менә
Шуның арқасында біраз сақланып қалды. Біздің ата бабаларыбыз алар гіл шул қайғырып ерген ничек тілні сақларға деп. Алар бет міне қазіргі уақыт түгіл шағыштырғанда. Қазір уақытта ризық білән қаян ризық табырға деп ипи мәселен. Ол уақытта шул ең ғади ризық бәрәңгі өзің өстірмәсәң сыбызға суырып отырасың дейлер ме? Ипи ағырда бұдай сатып алмасаң, тігірменге апарып илемесең, ұнсыз отырасың, иписіз. Неге шабасың енді пекарняға, анда құры суға пішірген ипилер енді. Гіл ризық сәлемәтлік білән бірінші орында тұрған ол. Ризық мәселесі соқта проблема десе де бұл енді мәселесі енді шул. Аны шуны қарамастан алар рухи ризықны да шул тігі орысша айталар, вставили во главу угла деп. Бірінші орында тұтқанлар. Көрдіңіз ме? Қайсы уақытта айталар, ай, не до этого деп, нәрсе деп, орысша айталар өтәлі. Мәселен, мені шошынды нәрсе проблема боршы әлі ол нәрсе бір уақытында сұрасаң әтияниден нәрседір ол қайғысы yok әлі менде деп. Бұл қайғысы болған, білесіз ме? Ризық білән тең десе де бола. Мәселен, рухи ризық, мұндай мәдди ризық білән бір дәрежеде болған. Ол енді бик шондай нәрсе деп әйттерге мақтаулы енді көрінішін, мақтаулы шынки алар міне айтасы келе бала шақта мен күнне шәдірейм, бізде 10 бала өссек те әти мәрхум yazılmıydır. Орыс тілінде бек газетке артық журналларға көрші малайлары, татар малайлары мәселен аларға костер деген, пионер деген түрлі пионер журналларын яздыралары, хатта пионерская правда деп яздыраладыры көршідегі татарлар балаларына. Бізде әти қолында ақшасы болды. Бек яздырмайдыр. Ой, ғафу етіңіз, мұнда бегірек салқын тағы күні. Қайшы мезгіл салқын жел. Көзіп болмай. Мұнда шықсаң, ойларға бір фикірін юғалтып қаласың. Машина келе қояныр. Yol берсең, ұзмай. Бара башасаң, yürüy başlay. Әлі нәрсе мұндағылар. Вот. Шуна сәс келе. Міне ол замандағы не нәрсе айтып енді өрнәк етіп айтырайым. Хаммасына қазіргі уақытта өрнәк етіп. Көрдіңіз ме? Нинди қотлаулы, ауыр шырда яшап, ауыр шартларда яшап, шуны қарамастан енді тырышқанлар біздің ата бабаларыбыз. Kitap yazılamı, kitapқа yazılamı, нәрсе деп айтырғайынды. Kitap yazdıramı деп түгі Tatarstan kitap nəşriyyətindən, ya məsələn plastinka mı qoyandır tatarша, алар анда ең бірінші шуны хуплап тұрдылар. Алар гіл құрқадырые қатнаш никахлардан бізді рәнжітмәгіз. Чөнки ол енді аңлашыла. Мәселен, университетте оққан шақта мен 3-4-5 жерде эшлидирем, хатта харби кафедрада киномеханик болып, университетте нәрсәлі деп атылары, әлі тігі компьютерлар бәр эшлейлер, ялар бір нәрсе шунда. Анда инженер болып мен алғанлары ярты ставкаға. Шунасын енді мен шахмат сарайын қараулыдырым. Шунасын тігі түзіліш анда қараулыдырым. Ақша көп табадырым, түрлі китаплар сатып аладырым. Татар тілінде қызғаншыққа қаршы болмады. Ол тігі букинист кебетінде не алман тілінде боладыр, орыс тілінде боладыр, татар тілінде болмайдыр. Шунда тігі бүтән милләт қызлары
қайсы уақытта бәйленәдір міне никах түзәс келіп мені ойлап тұрадым. Нәрсе тапқанлар менде. Міне нендей зифа бойлы міне не айғырда егітлер ерилер. Алар не екен тілге де ақшаға тілге. Ақшаға есі кете екен. Тіге бірінші жерде ішлеп деп. Шонасын мен айтам. Нәрсе қатнаш никах мы нәрсе менде. Қатнаш никах нәрсе дейтелер. Сен ешмасам, я татар тілін үйренмейтім. Я ислам динін қабыл ет. Міне ғайлә түзәсің, ақырында сен при своем деп айталар бет, остаешься деп. Өзіне үйренесі де келмей мәселен. Алар болды анда білесіз міне шуны біраз нешіктір шатланып сөйлесім келе шул хақта. Бізнен түркімде оқыған енді шул маржа десе бұл енді Оренбур өлкәсінен оланда 65% ма Асикеевский район деген Оренбур өлкәсінде бар. Анда татарлар. Шуна араларында өскен енді татар ауылында бір қыз Рита деген. Менің білен бірге оқыды бір түркімде. Аның апасы Ирина мәселен. Саф татар тілінде сөйлешедір. Міне көрдіңіз ме? Зиян болмағандар бәлки. Менімше ол Татарстанға келсе мұнда зор оңышларға ерішер. Чөнки бізде Татарстан елінде ол әгәр дә білсе бір кіші татар тілін, бүтән милләт вәкилі аны хөрмәт итеп җитәкчелеккә шақырылар бір шундый сферада мәсәлән. Ну, нәрсә құмаушылаған. Хатта айтасым килә бір мардва қызы да ол нешек әлі названный сестра деп гіл шулай айтып берейдір. Хатта бүләкләр меңа гіл нетіп президентлар бір уақытта анда китап кибеті бар. Мен әлі Екатеринбургқа барғанды шақта гіл шуны кірем де шунда искәтші шул сөйледі. Бір уақытта меңа бір китап Мартин Иден, Джек Лондон Мартин Иден бүләк еткен китапны. Нешек ол еткен? Хатта алман тілінде біз бет бір түркінде оқимыз. Майны, лейбі, бро. Қаралы ұнтып бара менді. Бразер түгіне, инглишша. Дайны швестер деп. Ол қар қайсы де шунда де кибітті, шауып де көріп, шауып кірәлерді де китапны көрәлерді. Мартин Иден, Джек Лондон, қаралы деп, тезін алаларда де, кассыға шабалар де. Кассыға барғаш енді қарайлар де. Көп мұтыра. Анда yazған бір сум, мен міне тәржіме етмейм, нешек yazылған, бір сум 80 тиын деп yazған. Алар енді оқып шыға енді 1 сум 80 тиын деп. Аптырап, кері апарып қоя екен. Бұл енді мені білән дуслашы бергәш енді, меңа сатып алғанда бөләк еткен енді. Шол бір вақытта, ол да енді бек нешектер қызықсынып берген, хатта планлар нетіпті түзіп еміш. Міне анда Большакова тоқталышта мәселенде ескі йұртлар, міне шунан бір ескі йұрт алабыз да, бірінші міне шул оққанда енді шул бірінші курсларда шунда міне біз тұрабыз деп, енді шул меңа бірінші курстан тұтынды енді ол ихтибар етіп. Бір мезгіл келіп шықты анын әнесі шул татар ауылынан. Әнесі саф татар тілінде сөйлеші, Мардва ханымы. Саф татар тілінде сөйлеші. Шуны аптырап қалдым. Міне көрдіңіз ме жамағат? Ол мен ойламайм, міне біреуінің сәлеті бар, біреуінің сәлеті жоқ. Ол бәлки бардыр бір үліші, көбісінше менімше ол нәрседен тұра, хұрметтен тұра. Біздің тілге, біздің халыққа шундай ихтирамлықтан тұра ол. Ихтирам болса үйренесің. Мен мәселен қазақ арасында нехәтлі қонақ болып жүргәш, аларны ихтирам етіп, хөрмәт етіп, тырыштым қазақша сөйлешергә. Мәселен, Түркиягә барып, неше тапкыр анда да тырышадыр, түркчә өйрәнергә, чөнки алар бик қазақ халкы кебек қонақчыл булып, шуңа күрә минем бурычым дип санадым мен аны.
Мында да кайсылары бәлки хөрмәт иткән. Кемдер менә кулын силтәп куйган инде, не кирәк ул миңа дип. Хата эшләгәннәр. Хәзер дә мин әйтәм. Әле бурыс малайларына әйтәм. Сез менә хәзер ничә ил бар, төрк иле, сез анда барасыз. Лә мин дипме, кайта бер сүз әйтәлми торасыз мәсәлән. Әйе. Инде бигрәк тә хурлык инде татар кешесе яшми, кирәкми дип туган телен белми. Мин инде хәзер менә кызганычка каршы әйтәс килә. Арамда дусларымны сөйләшкән иптәшләрем арасында бик аз татарча сөйләшкән кешеләр, кызганычка каршы. Бик аз. Мин аны хатта ачуланып китәм кайсы вакытта. Мин әйтәм, Татарстанга килдем, туган телемдә сөйләшергә дип. Монда да юк икән. Бер вакытта атна кич мәчеттә уку башладылар. Аны бер-ике урыс баласы бар икән, шунда дуслар белән килгән инде, шулар өчен имеш дип урысча укуны башладылар. Мин ачуландым да, тордым да киттем инде. Тұрып киттем аны. Минем каршыма, мин урамда китеп барам, мәчеттің йортында каршыма бер бүтән мәчетнең яшь кенә имамы каршы булды. Миңа әйтә, абый, ник сез китеп барасыз? Мин әйтәм, мин беләсезме, Оренбург өлкәсендә туган авылымда зар какшап, туган телемне сусап монда килдем, мин әйтәм, Татарстанга туган телемне ишетергә. Сез, мин әйтәм, монда Татарстанда яшәп, шуны кылып ятасыз, мин әйтәм. Шул бер-ике кеше өчен имеш урыс телендә әйтеп барак. Аны беләсезме? Урысча әйтмеш, анекдотизм ситуация нәрсәдә. Ул теге уку алып барган имамның малайы, алар гарәп илендә торды, берничә малайы белән үстеләр. Гаиләдә гел татарча сөйләшкән, шуңа күрә урысча бик сөйләшмәгәннәр. Монда килеп алар сөйләгәндә дә хаталар икән, шуны теге ни хутбамы, вагазмы, лә укумы бер нәрсә шул булганда, аны теге татар малайлары төзәтеп тора. Син ди менә урысча дөрес әйтмәдең, Мин әйтәм, кешене сүзен бүлеп нитмәгез, мин әйтәм, бара өйрәнер әле. Нәрсә сез аны бәйләнеп ятасыз? Сөйләсен татарча. Инде урысча да тырышадыр. Шуны әйтәс килә. Шул күрдегезме? Урыс телен юнда белмәгән шул малай, шуна кушалар урыс телендә укуны алып барырга. Менә ул белмим, менә һәр хөрмәтнең шиге булырга тиеш. Хөрмәтне әйтмим инде, ничек ул сәясәтнең, шул милли сәясәтнең шиге булырга тиеш. Үзеңне дә онытмаска кирәк. Кунакны сыйлыйм дип, үзеңдә ач калма. Шул шикелле кемнедер, мәсәлән, хөрмәт итәм дип артык үз телеңне дә онытма, үз телеңне юкка чыгарма, югалтып калма. Шуны бераз шул мине бурчый. Кайсы вакытта менә хөрмәт итәм дип, гел туган теленнән кеше баш тарта да, бара ана телен оныта. Менә шундый күренеш ул минемчә яхшы түгел. Исән сау торыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.